Құрметті Маңғыстау облысының тұрғындары, президенттің жарлығымен бүкіл ел бойынша төтенше жағдай режимі енгізілген болатын. Бүгінгі күні біздің облыста жағдай тұрақты негізде сақталуда. Объектілер мен қалалық қызметтер штаттық режимде жұмыс істеуде. Өкінішке орай, біздің еліміздің кейбір өңірлерінде лаңкестік элементтер салдарынан жаппай тәртіпсіздіктер мен тонау фактілері орын алған баршаңызға белгілі. Біздің ондай жағдайлардың орын алғандығын қаламаймыз және оған жол бермейміз. Өңір тұрғындарына шыдамдылық пен жауапкершілік танытқан үшін, сондай-ақ өз талаптарын бейбіт түрде білдіргеніне және қалыптасқан жағдайды түсінген үшін алғыс айтқым келеді. Алайда қақтығыстың пайда болуына және өршуіне әкелу әрекеттердің ықтималдығы жоғары. Облыстың барлық тұрғындары мен қонақтарын Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтауға шақырамын. Құқықтық тәртіпті және азаматтардың қоғамдық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында біз облыстың қалалары мен елді мекендердің көшелерін патрульдеуін ұйымдастырамыз. Елді мекендерде арасында және облыстың шығатын жерлер блок бекеттер қойылады. Өткізу режимі ұйымдастырылады. Коменданттық сағат 23-тен 07-ге дейін енгізіледі. Төтенше жағдай режиміне сәйкес барлық полиция қызметкерлері қаруланған және ел президентінің тікелей бұйрығымен заңда қарастырылған жағдайларда ескертусіз қаруды қолдануға рұқсат етіледі. Барлық жүргізушілер көлікті басқарар алдында көлік құралдарын, мемлекеттік тіркеу нөмірлік белгілерін бар екендігіне көз жеткізуге және заңнамаға сәйкес өзімен бірге қажетті құжаттарын болуы міндетті. Автокөлік жолдарын жабатындардың әрекеттері заңсыз, облыстың экономикалық және қоғамдық жағдайына әсер өтетіндігін қаперлеріңізге беремін. Біз облысымыздағы барлық азық-түлік өнімдері мен тауарлар сырттан әкелінеді. Отын жеткізу объективті түрде қиындап, бағалар көтеріле бастайды. Халықтың әлеуметтік әл-ауқаты нашарлайды. Бұған жол бермеңіздер.